барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ең бірінші көңіл күйіңіз бәріңіз жақсы ма? Жақсы. Олай болса, қолдарыңызда тұрған смайлтерді жақсы дегендеріңізді көрсетіңіздерші. Бәріміздің көңіл күйіміз жақсы ма? Тамаша, бәріміздікі жақсы, күшті, жақсы. Олай болса, осындай көңіл күймен саламатты болуға өтінемін. Үй жұмысында біздер білесіздер, параграф 18-19 ежелгі дәуірдегі Қазақстан Алматы етігінде этикалық университет тақырыбын өткен болатынбыз, иә? Өткен тақырыбын өткен болатынбыз. Енді балалар, ең бірінші алдыларында бағалы парақшалар тұр. Әркім өзінің ат жөндеріңіз бағалы парақшасына жазып отырыңыздар. Соған аттарын жазыңдар. Және ол қалай бағаланады? Қазір мен сіздерге түсіндіріп кетемін. Мынаны көріп тұрсыздар ма тақтаға? Бағалы парақшасы барлықтарыңыз есімдеріңіз аталған. Бірде максималды балл бізде қанша болады? 10 баллық бағалау жүйесі. Енді қараңыздар, әрбір тапсырманы орындаған сайын бұл қозғалып отырады. Қазір қараңыздар. Мынау қозғалған сайын, яғни бұл біздің мына құсымыз ұшып отырады. 10 баллық жүйеге дейін барады. Ең соңында барлығымыздың бағалау жүйеміз осы жерде сақтағы шығу керек. Сондықтан әркім оқушылар өздерінде бағалап отырыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, бағалау жүйесі түсінікті болса, енді біз үй жұмысынан бастайық. Үй жұмысы бізде балалар топқа бөлінбес бұрын үй жұмысын мен хан талапай әдісіне салдым. Өткен тақырыпта мен қазір сұрақ қойып отырамын. 3 нұсқадан беріледі. Кім сұраққа жауап береді? Жаңағы флажок көтеріп отырыңыздар. Бірақ мен жауап бермей қалдым демеңіздер. Әр қол көтерген жауап берген оқушылар да өз-өздеріңді бағалап отырыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, олай болса үй жұмысын бастадық. Бірінші сұрақ. Ютші жыларда ығыстырып солтүстік батыстық аймағын енген соң мұндар қайда бет бұрды? Иә, жақсы. Ал сезім? Қазақстан аумағына енді дейді. Жақсы. Қазір тексеріп көрейік. Бәріміз осы жауап берді. Әркім өз оқушылар бағалап отырыңыздар. Келесі. Нұтижераты текет туралы болжам бетіңіз қандай кезеңіне жаттады? Бізде кім жауап берген жоқ көріп. Жауабы бұл этногенез император керемет кезеңі. Тексеріп. Ал қол соғып қойсаңыздар болады. Олай болса, сабағын жаңысынан бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Бүгінгі топ 3 топқа бөлінеміз. Қанада тобы, тайпала тобы және 3-ші топ ұлы дала тобы. Мен мұнда шарикке 3 топқа бөліп жазып қойдым. Кімге қай топ түседі, сол топқа барып отыра аламыз. Әне келіп топтарымызды алып, шарик ішінде сандап алып. Шашқанға қолданбадым. Ал балалар, үй жұмысын әркім оқушылар өздеріңіз бағаладыңыздар ба, иә? Қаншалық дұрыс жауап берді? Олай болса бүгін жаңа тақырыпты бастамас бұрын тақтаға зер салыңыздаршы. Мына суреттер не бейнеленген және бұл тақырыбымыз осымен байланысты тақырыбымыздың болжамдары қандай тақырып төңірегінде айтады? Я суретке салып, я мәди орта ғасырдағы түркі дәуірі туралы деп ойлаймын. Себебі мына жақта таңбалы тастар тұр, бұрынғы аңыздар тұр. Және көне түркі тақырыбымен көк бөрмен баланың бейнесі бейнеленген. Жақсы, келсеңіз бе? Бүгінгі тақырыбымыз, олай болса балалар, бүгінгі тақырыбымыз түркі дәуіріндегі Қазақстан аумағында этногенез және этникалық үдерістер тақырыбы екен. Кітаптарыңызды ашыңыздар, параграф 20-ші параграф. Кітаптарды ашыңыздар. Олай болса, енді маған қараңыздаршы балалар. Бүгін тақырыпты мен сіздерге айттым, иә? Қазақстанның орта ғасырлық кезеңі деді. Ол бізге 3 кезеңге бөлінеді. Қарасаңыздар, ерте дамыған және қанша кейінгі дейді. Әрбір ғасырларда мемлекеттер дамыған, иә? Қарап тұрсаңыздар. Біз бүгін өтеміз ерте және дамыған орта ғасырлардың кезеңдегі мемлекеттерге тоқталамыз. Солардың Қазақстан территориясында алып жатқан аумақтарын атаймыз. Оған кіреді түркі, батыс түрік, шығыс түрік, түргеш, соғды, қарлық, қимақ, қыпшақ, қарахан, қарақтай және найман мемлекеттерінен ең соңында біз Қыпшақ хандығымен тоқтайтын боламыз бүгін сабақта. Мемлекетін құрып жатырық. Астанамыз Яңгекет болады. Қарлықтар күшейгеннен кейін біз осы Сырдарияның орта және төменгі ағысын мекен етеміз. Бізде жоғары билік иесі Жанқұл, ал әскерді сүй басшы бастады. Дұрыс.
1840 жыл біз міне еңсе қырғызстандағы апаттармен бірге ұйғырларды талқаладық. Міне біздің көзеттерімізді жалпы дейміз. Ал біздің жетекші тайпай бұлақ 940 жыл қашқардың түп билеушілері кісі жаулап алды. Осымен бәрі бітті. Қарақтай мемлекетінің 128.213 жылдар аралығында жетісуда билік жүргізген. Мемлекеттің негізін қалаған тұлға Елеуин Даши. Қарақтай мемлекетінің құрған орталық азиялық тайпа қитандар. Қарақтай мемлекетінің билеуші лауазымы Гурхан болды және бұларда әйелдерге хан мұрагер болу құқығы берілді. 1328 жылы Елеуин Даши бастаған қитандар баласағын қаласын басып алды. 641 жылы Қатуан қаласында жеңіске жетті. Енді осыны әрқайсысына жеке қысқа нұсқамен сипаттамасын айтып өтейін. Мемлекеттер бізде бір қай мемлекеттен басталады? Түркі қағанатынан басталады. Ол қай жылы 552-603 жылдары өмір сүрген. Енді қараңыздар, мына мемлекеттер бірінен кейін бірін істеп келе жатыр, жалғастырып басып алып келе жатыр. Яғни мемлекеттер істеп ассимиляцияға ұшырап жатыр, Енді олардың барлық астанасы мында жазылған және территориясы түркі қағанаты жетісу мен Әмудария Сырдария аралы, яғни Қазақстан бүкіл Қазақстан аралығында өзі сөйлем десек те болады, Негізін қалаған кім екен? Уының қалған ең алғаш, уының қалған негізін қалаған ең алғашқы хан десек те болады қазақ хандығында. Қағанаттар ішінде. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде айттым кімдермен тоқталамыз дедік, Қыпшақ хандығымен. Балалар ең соңғы хан Қыпшақ хандығы, Қыпшақ хандығы ары қарай елге алатын территориясын қараңыздаршы. Қаншалықты жерді алып жатыр міне. Түркі қағанаты. Түркі қағанаты келген қай жылы? 603 жылы екіге бөлінген болады. Қандай бөлінді? Батыс және міне шығысқа бөлінген болады. Батыс түркі және шығыс түркі қағанаты. Орталығы міне Суяб қаласы. Суяб қаласы болған. Жақсы. Келесі аталған мемлекеттерді қараңыздар. Қыпшақ мемлекеті, Қыпшақ ол негізгі барлық жерді алып жатқан. Кейін Қимақ қағанаты біздің Қазақстан қай өңір екен? Батыс өңірі, Батыс өңірі, Оғыздар, Арал өңірі, шығыс біздің батыс. Ал Қарлығымыз Сырдария жетісу өңірінде. Енді қараңыздар, ары қарай тағы да Қыпшақ хандығының ең негізгісі. Қыпшақ хандығы Қарақтай мемлекеті, ең соңғы Қыпшақ хандығы. Бізде түрік қағанаты бастаса, кейін қай хандықпен тоқтаған екен? Қыпшақ хандығымен тоқтаған екен. Тақырып сіздерге түсінікті болса, балалар, ары қарай мынау қазіргі біздің Қазақстан мемлекетінің территориясы. Қандай мемлекеттермен шектесіп жатырмыз? Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, мына жақта Қытай, мына жақта жалпы Ресей. 5 мемлекетпен шектесіп жатырмыз, айырмашылығы үлкен, Так, жақсы. Олай болса балалар, біз 3 топқа бөлдік, хандар, тайпалар, ұлы дала дедік. Бұл тапсырмалар түсінікті болса, бірінші топ сіздерге мынандай тапсырма. Түркі мемлекеттерінің картасы. Мына картаға мына мемлекеттерді түсіресіздер. Картаға белгілейсіздер. Мемлекет атауын, орталығын, уақытын көрсетесіздер. Бірінші топ сіздерге тапсырма. Мына келіп ала қойыңыздар. Бірінші топ тапсырмасы. Бұл топтық жұмыс. Екінші топ. Сіздерге мына кестені толтыру беріледі. Мемлекет тайпалардың шығу тегін мекенеген аймағын мұрагер халықтарын толтырасыздар. Мына сендердікі. Бұл топтық жұмыстарымыз ауызбіршіліктен бірге жұмыс істейміз. Ал үшінші топ. Сіздердің тапсырмаларыңыз. Мына берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Ол баланың түркіленуіне қандай фактор әсер етті? Антропологиялық қандай болды? 2. Қай тайпалар қазақ етесінің маңызды рөлін атқарды? Үшінші сұрақ. Балалар, таймер 5 минут қазір мен уақыт қоямын. Бәріміз топтастырып жұмыс істейміз. Сұрақ сіздерге түсінікті қояды. Кітапты, жаңа тақырыпты кітапты пайдаланамыз. Жақсы, шығу тегі топтығымыз. Бәріміз атсалысамыз. Бөліп алыңыздар ма? Кім қай сұрақты іздеп отыр? Тамаша. Тамаша. Тапсырмасы ұмытып қояйық. Жақсы. Дескриптор берілген. Жақсы, үш топты дайын. Олай болса, қай топтан бастаймыз? Бірінші топтан бастайық. Сіздердің тапсырмаларыңыз. Сіздерге берілген тапсырма түркі мемлекеттерінің картасы болатын. Біз бәріне біріншіден ашылады. Анықтамалар енгізіп шықты, кесте түрде жаздық. Бірінші ол бізде түрік қағанаты, ол бізде 552-603 жылдар аралығында мекендеді. Олар Алтай Ахун жерлерінде мекендеді және олардың Ахун Монғолия болып табылады, нәсілдері. Тамаша. Келесі айтатын болсақ, ол батыс түрік қағанаты, ол 503-704 жылдар аралығында өмір сүрді. Мекендеген жерлері жетісу, Сырдария бойлар болды, ал орталығы Суяб болды. Тамаша. Келесі болсақ, түркі қағанаты, ол 756 жылдар болған. Ол шу өлең өзендері аралығын қамтыған. Яғни орталығы Суяб пен Қарасу болған. Ал келесі бізде Қару қағанаты, ол 756-943 жылдар аралығында болған. Оның мекендеген жері орталығы жетісу, Баласағұн. Яғни оның орталығы астанасы Баласағұн. Тамаша. Түркі қағанаты 19 өмір сүрген жылдары ғасырлар, яғни 19-шы ғасырлар және де Бұлай аралығы және де орталығы Сарайшық. Жақсы, аяғымыз. Жақсы, балалар, ал енді мына топты тыңдасаңыздар, бағалап жүріңіздерші. Қалай сіздерге түсінікті болды ма? Дұрыс айтты ма? Қандай кемшіліктері болды? Жақсы. Мағжан, кімнің жауабы ұнады? Мәдидің жауабы өйткені барлығы нық айтылды. Тамаша. Жақсы. Келісеміз бе? Жақсы. Мен де келісем. Барлықтарыңызды өз-өздерін бағалап отырыңыздар. Дескриптор бойынша отыруға рұқсат. Екінші топтың сұрағы тайпалар шежіресі берілген кестені толтыру керек болады. Так,
жақсы, мұқият баяндаңдар. Бір-бірімізді тыңдайық. Шығыстан көшпелілердің жаңа толқындарының келуі және аралас некелер саяси ықпал етті. Ал екінші сұраққа жауап беретін болсақ, көшпелі өмір салты түркілер сипатталды, және де тіл мен рухани мәдениет таралуы болады. Үшінші сұрақты жауабын айта кетсек, құрлық, қимақ, қыпшақ тайпалары қазақ халқының қалыптасуына негізгі рөл атқарды. Так, жақсы. Барлықтарыңыз бір кезде едіңіздер, сұрақты тапсырма, иә? Жақсы. Сұраққа нақты және дұрыс жауабын жеткізуге тырыстық. Жақсы. Қанағаттандыңыздар ма өзге топ? Бағалап өтіңіздерші? Яман үшінші топтың жауаптары қанағаттандырды, өте жақсы оқып берді. Дұрыс жауап беруге тырысты, иә? Дұрыс жауап. Тамаша. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі кезеңіміз бізде әрдайым орында жүретін жұптық тапсырма қалды, иә? Топтасып жұмыс істедік, енді жұптасып жұмыс істейтін болайық. Жұптасып, яғни екі-екіден жұптасып тапсырма беріп шығамын. Бірінші мынау тапсырма сіздікі болсын. Бірінші мынау сізде болсын. Қазір мен неге жіберем. Бұл жерде. Жақсы. Екінші келесі тапсырма. Сізде бәрі шыққан осы тапсырма? Келісем. Пышақтармен туыстас. Оғыздар, арал да Каспий маңы. Арал Каспий маңы өмір сүрді. Так, жақсы. Өз-өзі бағалап отырыңыздар. Жұп тапсырма. Келесі, сәйкес аналогия. Сол тек бар. Бірінші қағанат қағанат құрылып 1902 жылы, түркілер қағанат өрнеуі 1904 жылы, қарулықтар мен аталар құштайды жеңу 1921 жылы. Ұйғыр қағанатының құрылуы 18 ғасырдың ортасы және қағанаттың құрылуы 10 ғасыр. Жақсы. Так, сіздерде. Өздері бағалап отырыңыздар. Так, енді жеке жұмыс берілген оқушылар беру себебім бұл сыныбымыздың үздік 6 берген оқушылардың бірі, иә? Сондықтан жеке жұмыс бердім. Ал берген тапсырманы мұқият тыңдайық. Тапсырманың берілгенде егер мен 6 ғасырда өмір сүрсем деген тақырыпқа байланысты әр оқушының жеке пікірі болып тұр. Егер мен 6 ғасырда өмір сүрсем, мен мемлекеттің, яғни түркі дәуіріндегі мәдениетін, тілін, діни түсініктерін жақсартып, жақсартуға тырысатын едім. Себебі ол болашақта келешекте өзіміздің Қазақстанның бағанағыдай мәдени мұралары, мәдениеті, тілі болып қалыптасады. Тамаша, өте әдемі. Жақсы, өзіңізді сол түркі дәуірінде өмір сүріп жатқан кезеңге сапар шегіп бердіңіз. Жақсы. Егер мен 6 ғасырда өмір сүрсем, сол кездегі жағдайға сүйене отырып, сол мәдениеттер, яғни сол кездегі киім үлгісі, олардың сөйлеу мәдениеті, олардың түсініктері, солардың тарихтарына жаңағы аса мән беріп, соларды өзгертер едім. Себебі ол қай елде болсын, мысалы, болған нәрсе кейін де ол келешекте де әсер етеді ғой. Себебі ол қандай дінде болсын, ол қандай сөйлеу тілінде болсын, ол барлық келешекте ол келешек ұрпақтарға олар тәрбие береді. Тарихта сақталмады ғой. Так, жақсы. Егер мен 6 ғасырда өмір сүрсем, түркі қағанатының ордасында өмір сүріп, ел бірлігі үшін еңбек етер едім. Руна жазуымен тасқа халқымның тарихын қашап жаздырар едім. Түркілердің туы көтеріліп, бүкіл дала түркі тілінде сөйлей бастар еді. Еркін сөйлей алар еді. Еркін сөйлей алар еді. Түркі тілді бүкіл ұлы даланы түркілендіреді. Келісеміз бе? Жауап ұнады ма бәрімізге? Өте дұрыс жауап. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Өз-өздерді бағалап отырыңыздар. Мына бағалау парақшасы несі тұр ғой, иә? Мен қазір 10 сұрақ оқиын. Балалар, сабақты бекітеміз. Егер мен оқыған мәлімет ақиқат болса, жасыл жағын көтересіздер, жалған болса, қызыл жағын көтересіздер, иә? Менің сұрағыма мұқият тыңдаңыздар, қолдарыңызда мынаны ұстаңыздар, смайликті ұсталыңыздар. Мен бар оқушыларды қолдарына қарап отырамын. Кімдікі дұрыс, кімдікі дұрыс жауап беріп отырамын. Бірінші сұрақ. Түрік қағандығын құрған Ашинаруы өз мемлекетін 7 ғасырдың ортасында құрды. Себебі? Себебі ол 552 жылы 6 ғасырдың ортасында болған өкілі. Тамаша, өте дұрыс. Екінші сұрақ. Теле тайпаларының арғы аталары ғұндар болып саналды. 10-шы сұрақ. Қыпшақ тайпаларының ұлы даланың орталық батыс бөлігіне таралуына қазіргі қазақ халқының этногенезіне әсер етті. Жауабы ақиқат па жалған ба? Ақиқат деп келсеміз, иә?
Так, тамаша. Олай болса балалар, бүгінгі 10 сұрақ берілді. Өз-өздері бағалап отырыңыздар. Қаншалық дұрыс жауап бердіңіздер, бере жоқсыздар. Жақсы. Тағы. Тез. Өзіңді бұл сағат 9-ға қалады. Жалпы сізге 9 бойынша. Жақсы. Тағы. Қандай балаға тез. Жеп. Яғни барлық балаға бес асыл, тамаша. Ай, қанша баламыз? Яғни арасында қателік болды, жарайсың. Жақсы. Так, тағы. Сезім. Жақсы, келісемін. Тағы. Жақсы. 8 балаға шығын. Қанша балаға шығын берді? Жарайсың. Кім тағы келеді, тағы болады. Жақсы. Қанша балаға? 9 балаға жақсы. Жарайды. Бәрі бес асыл. Тамаша. 8 бал. Және 8 бал. Бәрі кетеміз. Бәрі бес асыл. Арамызда кері бағалау тұр. Кері байланыс тұр. Я? Мына TikTok әдісі ұнады, есіне сақтадым. Өз ойларыңызды қорытындылап, маған кері байланыс беріңіздерші. Яғни кім өз ойын деп айтқысы келеді? Так, көрсетіп отырыңыздар, көрсетіп. Ұнады. Жақсы. Жібек, ал өз кері байланыс беріп отырыңыз? Маған бұл сабақ өте қатты ұнады, себебі бұл жерде барлық жайттар нақты фактілермен айтылды. Және топтық жұмыста, жеке жұмыста барлығы топтасып бірлестікпен ойдағыдай шықты. Ойдағыдай шықты. Жақсы. Маған да бұл сабақ қатты ұнады, себебі көптеген түсіндірмелер сабақтар көптеген тақырыпта ашу мақсатында жасанды интеллект қолданылды. Қазіргі таңдағы көптеген кластерлер, кестелер, көптеген тапсырмалар болды. Яғни сабақ өте қызықты өтті. Тамаша. Жақсы, рахмет. Не дейсіз? Бұл сабақ маған өте қатты ұнады, өйткені осы сабақта көптеген жаңа инновациялар қолданды. Жарайсың, жақсы. Ал әр топтан бір дейсіз? Маған да осы сабақ өте қатты ұнады. Топтасып жұмыс істеген, өзіміздің ұйымшылдығымыз және дамыды деп ойлаймын. Бір-бірімізбен ой қосып, жұмыс жасағанда өте қатты ұнады деп айта аламын. Тамаша. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтарымызға белсене атсалысып қатысқандарыңыз үшін мен де алғыс білдіремін. Болашақта алған білімдеріңізді өмірде қолдана біліңіздер деп. Бүгінгі сабақ ұлы даланың түркіленуі бойынша мынандай ой қорытындыға келеді. Яғни түркілер менің тілімнің, мәдениетімнің және елдігімнің бастауы десек те болады.